Ассалаумағалейкум құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге кезекті видео жасап отырмын. Бұл видеоның негізгі мақсаты көріп тұрғандай БЖБ, ТЖБ талдау, яғни білім класста БЖБ, ТЖБ талдау функциясы енгізілген, яғни автоматты түрде жүйе бізге дайын түрде, электронды түрде файлды ұсынады екен. Біздің мақсатымыз тек қана алған БЖБ-мыздың балын қою, ТЖБ-мыздың балын қою, ары қарап талдау жұмыстары көрсетіледі екен, және электронды түрде файл ұсынады. Просто файлды шығарып, қағаз түрінде шығарып қоюымызға болады екен. Енді ол үшін қалай жүргізіледі? Бұл функция жалпы мектеп әкімшілігіне, сынып жетекшіге және пән мұғаліміне көрсетіледі. Көріп тұрғандарыңызда білім класс, мұғалімге, мониторинг, есептілік бөлім, есептілік бөлімнің ішінде БЖБ, ТЖБ талдау бөлімі. Талдау бөлімі жалпы оқу жылынан тұрады, 2023 деп тұрады. 2023-24 оқу жылын көрсетеді ол жерде. Кезең ол жерде 90-дарды таңдау. Ал одан кейін мына жерде сынып. Жалпы сынып жетекшіге өзінің сабақ беретін сыныптарының БЖБ, ТЖБ талдауын алуға және де өзінің сыныбының толыққанды пәндер бойынша үлгерімін алуға. Көріп тұрғандарыңызға 6А мысалы ол жаратылыстанудан береді, биологиядан береді. Сол ғана көрінеді, ал қалған пәндер көрінбесе, ал енді сынып жетекшінің рөлі болғандықтан өзінің сыныбына сабақ беретін толық пәндерді көре алады екен. Көріп тұрғандарыңызша, қазақ тілі, әдебиет, химия, биология, жалпы сынып жетекшіге өзінің сыныбындағы үлгерім сапасын алу мүмкіндігі берілген екен. Осы жерден мысалы сынып жетекші өзінің сыныбының талдау жұмыстарын көргісі келсе, үлгерім сапасын білгісі келсе, осы жерден қарай алады. Және де ол көріп болғаннан кейін ол файлды өзінде шығарады алады екен. Енді 390 дейміз. 390 мысалы біз енді 290 бойынша талдауды көрейік. Талдау жұмысы негізі 90-дық қорытынды болғаннан кейін алынады көбінде. Бірінші БЖБ, екінші БЖБ, ТЖБ алынған екен. ТЖБ бойынша, бірінші БЖБ бойынша орта балл, кімдер, жоғары кімдер, дәл солай орта, жоғары екінші БЖБ-да да көрсетілген екен. Сосын ТЖБ-да фамилиялары толыққанды жазылған. Яғни орта балл 40 пен 84-дің арасы, жоғары 85 пен 100-дің арасы, төмен бізде жоқ екен. Төмен жалпы 0-ден 39 балл аралығы екен. Енді осы көрсетілген нені Excel түрінде жүктеп алуға болады. Яғни құжатты жүктеп алыңыз бөлімін басатын болсаңыздар, автоматты түрде жүктеп алуға болады. Мына жерде көрген файлды қарауларыңызға болады. Бұл дайын үлгіде былайша айтқанда. Дайын автоматты түрде сіз оның үшін жұмыс жасамайсыз, түсірмейсіз, көшірмейсіз, автомат түрде білім класс өзі дайын электронды файлды ұсынады. Мына файлды просто сіз печаттан шығарып алсаңыз, яғни қағаз түрінде шығарып алуыңызға ғана жұмыс қалады екен. Қосымша толтырып кететін мәліметтер мына жерде қол жеткізілген мақсатпен және қиындық тудырған мақсаттарды ғана толтырып кетуіңізге болады екен. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осы 90 соңында БЖБ, ТЖБ талдауларды осы жерден ала аласыздар. Осы жерден алып қолданыңыздар.